Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Айгерім менімен бірге дәл осындай сырникидің рецептін жасап көріңіздер. Видеода көрсетілген толық құрамда төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін. Сырникиді жасауда басты құпияның бірі ірімшік. Ірімшік балғын әрі жеңіл, суынан тартылған құрғақ ірімшік болу керек. Дәл осындай. Видеода көрсетілгендей ең алдымен жұмыртқамыз салып, оның үстіне шанышқымен араластырып аламыз. Менің инста парақшама тіркеліп жазылып өтіңіздер. Онда неше түрлі рецепттердің бөлісемін. Дәл осылай көрсетілгендей шанышқының көмегімен 2 жұмыртқа данамыз салып, араластырып, толыққанды одан соң 3 қасық болмаса 2 қасық шекерімізді сала отыра, яғни қантымызды сала отыра араластырамыз. Егер сіз өз қалауыңызға қарай тәтті болғанын қаласаңыз, онда 4 қасықтай қант салсаңыз да болады. Егер ондай қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, 2 ас қасық қант та жарай береді. Содан соң ірімшігімізді араластырылған жұмыртқа қантпен дәл осылай блендердің көмегімен езіп аламыз толыққанды. Езілген дәл осылай ірімшігімізді араластыра отыра, оның үстінен електен өткізілген ұнымызды, 3 ас қасық ұнымызды бір келкі сала отыра араластырамыз. Біріне соң бірін салсаңыздар болады. Барлығын бірге салсаңыздар, бізде қамырымыз жабысып, ойымыздағыдай қамыр шықпай қалуы мүмкін. Менің YouTube каналыма тіркеле отырып, неше түрлі балғын, дәмді, ыссы, жеңіл тағамдардың рецептін менімен бірге жасасаңыздар болады. YouTube каналыма тіркеле етіңіздер, жаңадан қосылған оқырман болсаңыз. Дәл осылай араластырып болған соң, жаңағы сырникимізді бұлай шетіне қойып, оның жасалатын досканың болмаса осылай табамыздың үстіне ұн сеуіп алып, оны қолымызға жабыспау үшін дәл осылай сеуіп алып, содан соң қолымызға ұнымызды сеуіп, қолымызбен дөңгелекше жасап отыра, 1 қасықтың көлемінде алсаңыздар болады. Дөңгелекше жасап отыра, дәл осылай видеода көрсетілгенде жасасаңыздар шығады. Осылай қолымызды айналдыра отыра, сырникидің формасын келтіреміз. Майымызды қыза отыра, зәйтүн майы, болмаса кокос майы, болмаса сармаймен де осылай қызып тұрған майға қуырсаңыздар болады. 2 бетін аудара отыра, дәл осылай аударып отырып, майға пісіріп аласыздар. Сырники балғын әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар, каналға тіркеле өтіңіздер. Каналда неше түрлі балғын, жеңіл, ыссы тағамдардың рецебі бар. Ал сіз жаңадан қосылған болсаңыздар, қоңырауша белгісін басып, каналға тіркеле өтіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге рахмет.